Мына екі түп құлпынайды ерте көктемде жылыжайға отырғызған болатын. Сөйтіп бұл отырғызған күннен бастап 40 күннен кейін өнімін берді. Яғни құлпынай пісіп, жемісін жедік. Содан кейін осындай өскен мұрттарынан 8 көшет өндіріп алдым. Яғни мына екі түпті тағы да көбейтіп алдым. Енді тағы да көшетін алып жатырмын. Осындай қалтаға отырғызасыз, ішіне торып салып, сыммен қыстырып қойсаңыз да болады, босайынан бастырып, басын қайырып, Г-образно қылып. Және өйстіп тамырлай береді екен үй жағдайында. Мысалға мына жерден шыққан мұрты, осы жерге отырғыздым. Уже тамыры мына жаққа шығып тұр мынаның. Енді оның басы барады да, мына жаққа тағы тамырлап жатыр мінеке. Осы бір мұрттан уже екінші көшет шығып жатыр. Мына осындай әдемі көшет өндіріп алуларыңызға болады үй жағдайында. Мына жақта да көшет бар. Уже бұл да тамырлап алыпты жерге. Яғни отырғызуға дайын деген сөз. Ал енді құлпынайдың өзіне келетін болсақ, мынандай үшеуі төртеуге уже бөлініпті. Мынау да солай болып отыр. Әзірге гүлдеп жатқан жоқ. Жалпы бұл көшетті сатқан адам жылына 2 рет өнім береді деп айтқан. Мүмкін күзге қарай өнім беретін шығар. Енді кішкене хлороз болып отыр, өйткені теплицаға күн жақсы түспей тұр. Сол себепті кішкене күннің жетіспеушілігі болып жатыр. Яғни железо жетіспей жатыр. Бірақ енді бұған ешқандай дәрумен берген емеспін. Еккелі бері тек өзінің осы табиғи күшімен өсіп жатыр. Енді айтайын дегенім, егер осындай бір жақсы сортты сатып алсаңыздар үйге, үй керек жерге, өйстіп өзінің мұртынан, мынандай мұртшаларынан көшеттерін көбейтіп, есалыңызға құлпынай аумағын көбейтіп өсірулеріңізге болады екен. Қайта-қайта көшет сатып ала бермей. Бірақ мүмкіндігінше жақсы сорттан алу керек. Себебі ертең жақсы өнім беретін, дәмі жақсы, сондай құлпынай өсіріп көбейтіп алғандарыңыз жақсы. Мінеке, тамыры осы өсіп жатыр. Құдай қаласа осы жақында полияға отырғызған бұнытта. Сортын білмедім бірақ. Маған мына екі көшетті берген адам айтылмады, естен шықпапты, бірақ корейский сорт деген. Міне, ешқандай тыңайтқышсыз өсіп жатқан құлпынайлар. Сосын бір байқағаным, жалпы ашық даладан қарағанда теплицада жылыжайда жақсы өсетін құлпынай. Соны мен жақсылап байқадым. Құдай қаласа алдағы уақыттарда көбейтуге әрекет жасаймыз.